Асыл еліміз ата-бабаларымыздың арманы, қазақ халқының жарқын болашағының негізі болған қастерлі де құнды тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап өтуде. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Дәл осы күні Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң күшіне енді. Осыдан 5 ғасыр бұрын қазақтың Керей мен Жәнібек хандары негізін қалаған қазақ хандығының ғұмыры тәуелсіз Қазақстан болып қайта түледі. Тәуелсіздігіміздің 30 жыл ішінде Қазақстан орталық Азияда көшбасшы мемлекет атанды және әлемдік аренада өзіндік орнын қалыптастырды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарынан бастап еліміз айтарлықтай белестерге жетті. Елбасы бастамасымен Сарыарқа төрінде мемлекетіміздің жаңа астанасы бой көтерді. Нұр-Сұлтан қаласы бүгінде өзінің бірегей сәулетімен ерекше әсемдігінің арқасында бүкіл қазақстандықтардың мақтанышына айналды. Осы жылдар ішінде Қазақстан әлемнің бәсекеге қабілетті 50 мемлекетінің қатарына кірді. Республика халқының саны 19 миллионнан асты. Миллион тұрғыны бар қалалар мәртебесіне Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары ие болды. Біздің еліміз көптеген беделді халықаралық ұйымның құрамына еніп, әлемнің барлық елімен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Қазіргі уақытта мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстанның одан әрі қуатты, бәсекеге қабілетті мемлекет болуы және еліміздің қарқынды дамуы жолында аянбай еңбек етуде. Тәуелсіздік жылдары қол жеткізген жетістіктеріміз бірінші кезекте барша қазақстандықтардың қажырлы еңбегінің арқасында жүзеге асты. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты, азаттықты аялау, тағдыр ортақ тұтас халқымыздың татулығын сақтау. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігі барша қазақстандықтарды тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтайды. Бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Егеменді еліміз мәңгі жасасын.